Сәлеметсіңдер ме ізденімпаз балапандар, бүгін БЖБ-дан екінші тоқсанның бірінші нұсқасын талдайтын боламыз. Бірінші нұсқаның бірінші тапсырмасы баған түрінде жазып шығар және тексер дейді. 14210 бөлінген 35-ке. Ал екінші тапсырма белгісіз санды тап. Асқар бір санды 7-ге бөліп еді, бөліндінің мәнінде 3916 саны шықты және 4 қалды. Бөлінгішті анықта. Бірінші есеп бізде қарапайым, яғни бөліну жолымен шықса, екінші есеп, яғни бізде теңдеу құру арқылы шығады. Бірінші есепке мән берейік. Яғни бізде 14210-ды 35-ке бөлу, біріншіден 14 саны 35-ке бөлінбейді, сондықтан 142-ні 35-ке бөлу арқылы алғашқы санын 4-ті шығарып, ары-қарай сандарды бөлу арқылы, яғни біз 406 деген жауап аламыз. Жауабы 406 болады. Екінші тапсырмада, яғни белгілі бір x санын 7-ге бөліп, және оның жауабынан 4 қалдық артылып қалады. Дәл осы жағдайда біз мынандай теңдеу құрамыз, яғни x-тен 3916 көбейтілген 7 қосылған 4. 3916 бізде 7-ге көбейтілу амалы бірінші орындалады, сондықтан оның мәні 27412-ге тең болады. Осы 27412-ні 4-ке қоса отырып, біз x-тің жауабын табамыз. Жауабы 27416. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар.